Сәлем балақай, каналға қош келдің. Бүгін біздер әліпби сабағынан не үйрендім, не білдім деген тақырыппен танысатын боламыз. Өткенді қайталау. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпа. Бүгінгі тақырыптан сурет бойынша мәтін қарастыруды үйренетін боламыз. Ендеше балақай, бұл суретке назар аудара ғой. Бұл жерден жылдың қай мезгілін көруге болады? Суреттен көріп тұрғаныңдай, дала сары түске боялған. Жапырақтардың түсі сарғайып жатыр. Және құстар жылы жаққа ұшып бара жатыр. Адамдар қалың киім кие бастады. Бұл қай жыл мезгілінде болатын құбылыс? Әрине, күз мезгілі. Күз мезгілінде күн суыта бастайды. Адамдар қалың киініп, құстар жылы жаққа мекен ауыстырады. Және жапырақтар сарғайып, жерге түсіп, егістіктегі дәнді дақылдар пісіп, адамдар оны жинай бастайды. Ендеше балақай, бұл жердегі сызбаға күз деген сөз сәйкес келеді. Енді балақай, астындағы сызба бойынша біздер осы суретке қарап сөйлем құрастырайық. Бұл сөйлеміміз хабарлы, сұраулы және лепті сөйлемнен тұру керек. Ал қане бірінші сызба бойынша хабарлы сөйлем құрастырып көрейік. Күз келді. Құстар қайтты. Құстар жылы жаққа ұшты. Дала қандай тамаша. Мінекей біздер сөйлемнің үш түріне қатысты сурет бойынша сөйлемдер құрастырдық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада берілген суреттердің бірінші әріптері бойынша жасырынған сөзді табуымыз керек. Ендеше бірінші тұрған бұл жүзім. Басқа әрпі ж. Келесі тұрған анар. Басқа әрпі а. Одан кейінгі сурет піл. Басқа әрпі п. Одан кейінгі тұрған ыдыс. Радио р. Алма а. Қоян қ. Сонда балақай, бұл жерде жапырақ деген сөз шықты. Енді балақай, жапырақ деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз және сөйлем құрастырамыз. Алдымен жапырақ деген сөзді буынға бөлейік. Жапырақ. Жапырақ деген сөз 3 буыннан тұрды және 7 әріптен тұрды. Оның ішіндегі үшеуі дауысты дыбыс, қалған төртеуі дауыссыз дыбыс. Енді осы сөзге сөйлем құрастыратын болсақ, күзде жапырақтар сарғаяды. Балақай, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Тақырып ұнаған болса, түсінікті болса, лайк қалдыруды ұмытпа.